Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, Білім Қазына қорының YouTube-дағы каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Саяхат Әсімхан ұлы ағамыз. Ағамызды дала академигі деп танимыз. Қасапшы десек те болады. Мал сойған уақыттағы жаңағы әрбір қонақтың алдына қойылатын сыбаға, төс болсын, күйеу берілетін, қызға берілетін құймышақ болсын, және үлкен кісілерге тартылатын бас, жамбас деген сияқты, осылар не үшін, не себепті әрқайсысының тарихы, мәні, мағынасы бар. Осы жөнінде сөз қозғамақшымыз. Неге? Себебі қазақтың дастарханы, қазақтың парламенті деп айтамыз. Дастарханның үстінде қозғалған әңгіме сол даулы мәселенің барлығына шешім болған. Студиямызға аға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді қасапшы деген бір оңай жұмыс емес деп айтам негізі. Бір қонаққа барған едік. Бір жігіт алдымызға келген етті сыбаға күтіп отырғанымыз ғой, үлкеніміз бар, кішіміз бар, сүйектен алта етті сылып былай қарай қойды. Ей, не істедің дедім. Не болды мынау десем. Не қылды дейді. Ортада тұр ғой еттің барлығы дейді. Барлығы тұр ғой деді. Ей, жілік ана кісінікі, жамбасы мына кісінікі еді десем. Ода тұрған не бар деді. Енді бізде сыбаға деген мәселе. Мал сойған уақытта әр бір қонақтың сыбағасы деген дүние дәстүріміз ғой. Бірақ өзіңіз көптеген видеоларыңызды айтып жүрсіз, дәстүрді бүйтіп сипап келетін болса, оның астынан шариғат шығады деп. Бұл дәстүр дегеніміз негізі дінге алып барар жол ғой. Тектіліктің, сезгірліктің, тазалықтың, туралықтың, намыстың бәрінің адамды ақырындап қалыптастыратын осы жол. Жол дегеніміз дәстүрі. Қазақтың айтатын жол қуған қазынаға жолығады, сөз қуған дауға жолығады деп. Сондағы мынау қазақтың өз дүние танымы, жаңа қасапшы деп таныстырып кеттім ғой. Енді мәселен бізде қазақта біріндей нәрсе бар. Тас атқанға ас ат дейді. Бұл енді үлкен дипломатикалық нәрсе ғой. Дипломат болған қазақты қараса. Тас атқанға ас ат дейді. Ол жаулыққа жаулық көрсетпеген, бірінші достық көрсеткен. Одан кейін барып болмаса тұрсатын жеріңді айт деп, содан кейін барып бетпе-бет келген қазақтың ең үлкен дипломатикалық. Енді қазақтың мынау дастархан парламенті деп жазсаң, енді қарап тұрсаң, енді мынау кімнің мына Нихалатсыз ба, түріктердің бір кітабы бар мына Түркиядағы. Түріктердің отаны дейді, өзінің отбасы дейді. Семья деген атау жоқ қой. Түріктердің отаны өзінің отбасы дейді. Сол отбасында шешілген мәселе отандық үлкен мемлекет дәрежеде шешіле береді. Соны кіші форматты қылып шешіп алған, оңай жолын алып алған ғой. Мәселен жаңағы бұл жерде бір тамақ ішу, адамның ас ауқаты, біреудің шөлдеп кеп азып тозып келген адамны соны дәстүрге кіргізіп жүрген ғой. Адамның физикалық қажеттілігін рухани дүниеге айландырып жүрген. Парламентте өтіп. Мәселен, біреуге келген қонаққа жамбас бас тартады ғой. Ол әмелиятта оның бір неменелігі, оның қоғамдағы әлеуметтік орнын білдіреді. Ал сол қоғамдағы әлеуметтік орны болған адам ертеңгі күні мына жаққа барған кезде, мысалы қоғамдық үлкен бір мәселелер шешу кезде, ол сол жерде де құрметті болады. Ол жерде саған маған деп итіс тартыс болып жүрмейді. Мәселен, қазақтың өзінің әскери құрылымы ғой 300. Ол 100, ортасы кіші 100. Соның ішіндегі бірінші қазақтар ана бір жол беріп жатқан жалайырға беріп жатады ғой. Сол сияқты өздерінің мынау отырған кезде де сол мәселе 300-дің баласы отырса жалайыр болса соған немене береді, жолын береді өзі. Бар дүние бұл. Алдына бас қояды, жамбас ұстап деген сияқты ма? Одан кейін мынау әгі бас деген нәрсені бір ашып айтып кетейік. Қазір қызық базардан алады, бір бас сатып алады да, бір кісінің алдына, жалғыз адамның алдына қойып қояды ғой. Ол әмелиятта қазақ жалғыз жүрмеген, қосшысымен, басшысымен дүйім жұрт болып жүрген ғой. Әрі соның сыбағасы болады. Сол үлкен кісінің сыбағасын жейміз дейді ғой. Үлкен кісінің шарапатын үйренеді, үлкен кісінің өмір жолын үйренеді. Дәстүрде де соның сыбағасын жеген сияқты. Солардан шыққан табаққа таласып жатады. Иә, оның сыбаға деген мәселен жаңа бас деген сөз бастың өзі емес. Сол келген адамға өз сый құрмет ретінде
алып келет де марқа қозыны еркек қой не болмаса тықайды бата жасатып сойғызады. Соның басы базардан әкеп бір басты қоя салса құрметті болады деген емес. Бас соның статусы. Мәселен, өткенде бір тарап жүр ғой WhatsApp'та. Мәселен, қой сойып жатқан кезде басты ит алып қашып кететін жағдай болады ғой. Енді жаңа қой сойды, бұның басы қайда деген сұрақ пайда болады, иә? Қой ит алып қашып кетті, ит алып қашып кетті деп қонақ қайтып саған тартатын басты ит алып қашты деп айта алмайсың ғой. Қайту керек, қазақ еш қашан бар ғой, бірде мені төте айтпаған ғой. Бір белгілі бір нышанмен, белгілі бір әрекетпен сездірген. Мәселен, мойын қойып қойған. Анышта бір мойынды. Әмелетті мойынды әйелдерге бала шағаға беретін дүние ғой мойын. Ана бастың орнында жамбастың үстінде мойын тартып қойған ғой. Соны қонақ естісін, бұл бас үйтіп жатқан кезде ит көп қойын, аулада жүретін ит көп. Мәселе қазақ мал шаруашылық болғаннан кейін ит жүре береді. Бастан айырылып қалған екен ғой, үндемейді. Өзі ыңғайсызданбайды, ана үй иесінің ыңғайсыз жағдайға қалдырмайды. Жаңа бір бастап келе салмайды дейсіз. Ол базар емес қой, бұрынғы заманнан қалған дүние. Содан бас деген нәрсені холодильникке мұздатқышқа сақтап отырмайды ғой бұрынғы. Сол кезде асып береді. Сол мойынды тартып қойғанда о үндемейді, бұл үндемейді. Түсінеді де, түсініспен шешілетін нәрседе бәр нәрсені біз түсінікпен, ыммен төт айтпаймыз ғой. Әртүрлі нәрсені бір белгімен, мәселен үйге кірген кезде біреумен біреу даулы болса қамшысын сүйрете кеп тізесіне басып отырады екен. Мен семен шешілмен әңгімем бар. Мен семен бүгін бір келсейін деп келгем не екен деп бұ да түсінеді, о да түсінеді. Соның екеуі арасы сөз болады, сол сияқты. Әйтпесе тыныш келсе босағаға қамшыны іліп кетеді ғой. Кіреберіс келіп кетеді. Іліп кетеді. Ілмей келетін болса, біздің шешетін мәселеміз бар. Бақсын бүктеп, астына басып келсе, өзінің өкпесі бір ашулы. Мен семен бүгін не чиге түсем деп келген келіс екен. Енді қарсы жақ соған қарай амал қылады. Сондай біздегі нышан бір нәрсені белгілі. Жамбасты үлкен қонақтың алдына қоюындағы сыр не? Енді жаңа айтып отырмын ғой, сол келген бір қауым елдің басшысы соның алдына жамбас бастап. Бас бар болады. Басты бар ғой. Баспен бірге жамбас екеуін бірге алып келе ма? Ол басты ит әкетіп қалған жоқ. Иә, онда мынандай нәрсе. Бастап бар бір адамның алдына қойып қояды. Ол дұрыс емес, ол бір адамның алдына қой. Бүйтіп барып сол кісіге қойып қоймайды. Сол кісіге басты тұмсығын қаратып қояды. Сол кісіге қаратып қояды, тұмсығы қарап тұрады. Тұмсығын қаратып бата жасады, тұмсығын қаратып басты тартады. Оны барып ана кісінің алдына қойып қоймайды. Соның бәрі сол кісінің сыбағасы, сол кісінің шарапаты. Бірге соның аузы тиіп, сол басты езуінен кесіп, құлағынан кесіп, кішкене бола беріп, бар жақта үй иесіне жібереді оны. Не болмаса сол жерде пысық жігіттер ашып, ана өз басты ашу оңай, ана көзінің екі жағында сүйегіменен мынандай дөңгелек сүйектер бар, соны шығарып кәдімгі запша шеткедей шешіп миын ашады да, ми палау жасап бере салады. Айландырып ауыз тигізеді, үлкен кісінің сыбағасы. Екі көзінде алатын болса, бас екі көзінде алған жерде тоқтайды дейді ғой. Басты екі көзін алады да бір адам жейді екен. Екеуміз екі көз жесек ала көз болып кетеміз деп. Онден көзді жесең ала көз болып кетпейсің ғой, әмелетті сол бір берекені сақтайық, ала көз болмайық дегеннің бір, о да бір білдіріп тұрған бір белгісі де. Біз көп нәрсені тікелей түсініп аламыз да, бұның астарын үңілмейміз. Кейде бастың бір құлағын кесіп алып келеді, кейде ұмытып кетіп жатса, мынаның құлағы неге кесілмеген деп жатады. Енді бұл құлақ кесу деген бір өңірлік салт. Мен осы Алматы облысы осы жақтан көрдім, басқа жерде құлақ, бастың құлағында да бар, бір құлағын кесіп алып келетін. Бұл өңірлік салт деп жатырсыз. Иә, өңірлік. Бізде біз солтүстіктікпіз ғой, Алтайды екеуіне солтүстік құлағын кесіп әкелмейді. Енді тісін қағу ше? Тісін қағу ол бар, бәрі жерде бар. Неге дегенде, бұл тіс деген ішінде толған микроб қой. Тістің арасында шөп қысылып қалады, шіруі мүмкін. Тіс толған микроб. Сол үшін микроб тазалық үшін тісті қағып, бәрін қағып тазалап алып келеді. Бір жерге бір қонаққа бардық, тісін қақпай алып кепті. Сосын мен сұрадым, тіс қағылмапты ғой деп. Сосын енді бұл әңгіме тісті қақпаған адамға дейін бар ғой, уайымдамаңыздар. Шөткімен жудым деп жауап айтып жіберіпті. Сол ғой тазалықты айтып отыр ғой. Тазалықты айтып жатыр. Енді бұрынғы кезде мәселен тісін қақпай әкелсе кішкене мен семен қыжылым бар дегеннің белгісі де бар. Сондай деп айтып жатады ғой. Егер тісін қақпай алып келетін болса, бір тістесетін бір әңгімен бар сенің дегенді білдіреді екен ғой. Сондай көп нәрсені бетке айтпайды ғой бізде.
жанамалай қоя береді. Асты алып келіп, етті алып келіп, соның үстіндегі жаңағы сыбағамен мәселені шешіп отырған ғой. Енді жауырын, шамал төмен түссек, жауырын бар ғой. Жауырынды бір аймақта, бір өлкелерде бұдан кейін болды, біздің арамыз бітті деп жауырын қойып жатады дейді. Ал біз жерлерде жоқ, ода тұрған еш нәрсе жоқ деп жатады. Енді мынау мындай нәрсе. Бір шағын қонақтар болады ғой, бір 5-10 адам келгенде, оның жауырында немене ретінде, жілік ретінде тартпайды. Енді бір көп, бір 100 адамдар келіп айту, жалпы бір тамақтану, бір ауқаттану жағдайда оны жілік ретінде қосып жібереді. Одан үлкен проблема іздемейді. Мына жоңғарлар, қалмақтар бар ғой, қалмақ пен қырғыздар жауырынды жақсы көреді. Олар жауырын, содан кейін ана құйрықтың үстінде жая дейміз бе, соны бірақ ойып алып жауырын тартады. Ол олардың жамбасы, олардың сүйіктісі сол. Мен оңтүстік жақта қонаққа барғанымызда көрген едім, жауырын не болды? Жауырын алып келіп, жауырында келмейді бізде. Жауласқын келіп жатыр ма деген сөздерді естігенбіз, сосын сұрағаным ғой. Енді ол енді бір қазақ, бұл да бір өлкелік бір дүние өңірлік танымдар болады. Енді кім әкеп мен жауындасайын деп табақ тартады дейсің, асын беріп отырып, тасын атпайды. Қазақ сыбағамен әңгімелескен ғой деп жатқаным ғой. Рухани дүние ғой. Біз қазақ, мынау түркейлеріміз ғой, сол бүткіл нәрсені сол кішкентай форматын шешіп алады да, соны үлкен мемлекеттік дәрежеге қарай жібере алады. Жаңағы түріктің айтып отырған сол түріктің нихалатсыз ба біреудің жазған кітабы. Көне түріктер өзінің отбасы, отаны деп. Сол жерде барлық мәселені шешіледі, сол дәстүр мемлекетке дейін барады. Соның кіші форматы отбасы, шаңырақ. Үлкен формасы отан. Әлеуметтік желіде төсті алып, мына төс деп айтқан әңгімеңізді естігем. Әрине бұл әңгімені біз тағы да сұрап, тағы да көрерменімізге жеткізгіміз келеді. Енді өткенде соны негізі әлеуметтік желіге салғанбыз. Бұрын ана төс жөнінде төс жеген адамның қуаты мықты болады деген. Ол енді қазақи түсінікке келмейтін дүние да ол. Күйеу баласына төс берем, бұның еркек қуаты мықты болсын деп атасы береді дейді. Ол бір біздің анандай жіңішке, анандай бір биязы, сондай бір немені нышанмен білдіріп жүрген адамдардан ондай, ол біздің ұлттық түсінікке де келмейтін дүние да. Бұл мәселе. Енді мен салған кезде біреу айтады, төс деген қабырғамен жалғасады, қабырға барып арқаны ұстап тұрады, содан кейін барып ел мен елді жалғастырған деп төс береді дейді. Ода жетіңкіремеген неменелер енді пікір болған әлуан түрлі болады. Негізі төс деген нәрсе, мәселен, барған қызым кім, мәселен, бәріміз қыз ұзатқан кезде қызыңды қимайсың ғой, енді 20 жыл баққан қызыңды бір жат жерге жіберу деген өте қиын нәрсе әке үшін, әке шеше үшін. Ол жерге барғанда ол жылап жүре ме, не болады, алаңдайды өзінің бауыр еті баласы. Сонда енді күйеу балаға төрс тасып, менің қызымда кеудесін биік көтеріп жүрсін, елдің алдында жасымасын, еңкеймесін деп, биік жүрсін деп, сол асықты жілік төс тартады. Асықты жілігі бар. Асықты жілік ұстатып бала қылдым деген қазақта сөз бар. Бір жағы менің балам болдың деген нышан, ана асықты жілік тартқан. Асықты жілікпен бірге төс тартады. Асықты жілік деген менің балам болдың. Асықты жілік ұстатып баласы жоқ адамдар, біреудің баласын өкіл балаға болған кезде асықты жілік ұстатып балаға болады екен. Бір жағы сол, бір жағы жаңағындай кеудең биік жүрсін, өр жүрсін, басың еңкеймесін. Сондай ырым-жырыммен тартылатын дүние ол. Кәріжілікті кейде жаңағы әкесі бар балдар, жігіттер ұстамасын деп жатады ғой. Бұның да бір сыры, мәні, мағынасы бар ғой. Кәріжілік жөнінде бізде көптеген көне түсінікте бар. Мәселен, бұрынғы көне түркі кезінде, исламияттан бұрын кәріжілік мал сақтайды, мал сақтамаса жан сақтайды деген қазақта түсінік бар. Кәріжілікті мұжып әдемілеп, анау босағаларға іліп қояды, неменелерге іліп қояды, көз тимейді дейді. Мынадай әңгіме де бар. Бір жортуылға шыға ма, бір сонда қоржынына 40 жілік салып жібереді, кәріжілік. Салып жүрген кезде, сон барып қайтқан кезде қуғыншылар артынан келсе, әкелердің көзіне бұның жанынан 40 нөкер болып көрінеді, 40 жілік. Содан кейін барып оған тимей, баласы аман кепті деген афсана бар енді. Сондай кәріжілік. Одан кәріжіліктің неженде бір кішкенде бір ет болады ғой мынандай. Иә, кішкенте бір. Бір сіңгір араласқан қара ет, иә. Соны қазақ айтады, қарғыс тимес дейді соны. Сол етті қарғыс тимес деп айтады. Оны өз майсыз жұмсақ болған жас балаларға, анау тіс түсіп қалған кәрі адамдарға беріп жатады. Сондай өздерінің сұралғылары бар. Бізде көп нәрсенің форматын ғана түсінеміз де, арғы мәнісіне жетпей қалып, чатасып жатқандар өте көп әзір.
Сол бізде өзіңіз сияқты ағаларды студиямызға шақырып, әрбір қазақтың дәстүріндегі жай ғана бір сыбағаны айтып отырмыз ғой бүгін біз. Сол сыбағаның ішіндегі әр азаматтың сыбағасының мәні, мағынасы. Жарайды, төсті енді күйеу балаға бердік. Кәржілікті жаңағы үлкендерге. Кәржілік қосымша ретінде кетеді. Қосымша ретінде ме? Өзі жеке немене болып келмейді ол. Ұсақ мал кезінде. Ол қайсының жанында жүреді? Ол жамбасқа, жамбас, кәржілік, белдеме, сүбе қабырға, адам санына қарай жағы бір қосымша еттерді қосып. Бірақ ол үлкен табақта жүреді. Үлкен табақта. Кіші табақта жүрмейді. Иә, қара қабырға мен белдеме, мына біз қойды айтып отырмыз, иә. Иә, қойды айтып отырмыз. Қара қабырға, белдеме арқалар, олар сүбелер ол қосымша ретінде кетеді. Ортан жілік, 12 жілік бар ғой. Жамбас, кәржілік, асықты жілік, 12 жілік бар ғой. Ал енді ірі қара жылқы малында бел омыртқа, арқа белдеменің бәрі жая, оның бәрі бөлек жілік ретінде кетеді. Әрқайсысы бөлек. Оны анау қатын арқа деп айтады бұрын кезде. Әйел адамдарға тартады. Арқа белдемелерді әйел адамдарға тартады. Ол 4 түлік мал дейміз ғой. 4 түлік малдың ішінде қой, ешкі, жылқы, түйе деп жатады. Сиырды қоспайды деп мен байқағам. Сонда сиырды мысалға соғымға соймаса, бұрын соймаған дейді, соғымға соймаған, дастарханға оны. Бұрында әлеуметтік желіге айтқанбыз, қазақта сиырлыбай болмаған деп. Баяғыда бір кісі, біз өзіміз ет сатамыз ғой, сонда бір кісі телефон береді, ғалым кісі ғой. Сәке бауырым, бір соғым керек еді, сиыр соям ма, не соям дейді. Соны айттым, аға, ғалымсыз ғой, сіз айтыңыз, но қазақтың тарихында сиырлыбай бар ма? Соның біреуін айтып берші болмағанда, сиырлыбай. Мына одақ құрылмағаннан бұрынғы кезде бір сиырлыбай бар ма? Соның біреуін айтып беріңіз, соны сізге жауап берейін десем. Сиырлыбайды естімеппін. Енді онда немен енді сиыр емес, қазақ. Ол соғымның еті емес қой. Жылқы, түйе, қой, әртүрлі өзінің орындары бар. Бопты онда жылқылайды. Сол сияқты қазақта сиырдың еті суықтық қой. Сиырдың еті суықтық болады. Суықтық жөнінде тағы бір түсінік айта кетейік. Адам табиғаттың өзі ыстық суықтан құралады ғой, табиғат. Иә. Адам денесі де сондай. Адам ыстық болып кетсе, ернеге берісіп, қаны қоюланып, чөлдеп, басайланып, неменесі көтеріледі. Адам ыстық артып кетсе. Олар қалың тон киіп ыстықтауым емес, адамның табиғаты ыстық болып кетсе. Ал суық артып кетсе, иммунитет түсіп кетеді. Тұмау тез тиетін болады. Қалтырап, андай тез үшкіріп, тез тұмау тиетін, суық артып. Сол үшін ыстық пен суықты тамақ арқылы теңшеп отырған ғой. Үлкендер айтады, бұрынғы кезде қара желімді шығарайын деп, денемдегі желді шығарайын деп, ана кәр қойдың сорпасын ішіп, күзде терілеп, содан желін шығарады. Суық алып кетеді ғой. Сиырдың еті суық болады ғой. Біреуден сұрапты ғой. Ас атасы не деп сұрапты? Астың атасы айран депті. Айран ас аз кезде, ас көп кезде дейді. Айран жасық болады, ас азайған кезде айран астың атасы болады депті. Неге дегенде айран чалап, бұрынғы құрт бәрін езіп жасайтын айран чалаптар бар ғой. Соны айтып отыр ғой, сол сиырдың сүтін ғана пайдаланған. Демек сиырды соятын болсақ, оның жіліктерін бәрібір дастарханға қойсақ, қазақ ұят деп түсінген ба? Ұят деп түсінген ғой бұрынғы кезде. Одан кейін бұл бір жағы шаруаға жайсыз ғой ол. Ол өзі теуіп жайыла алмайды. Ол адамның қолына қарайтын жануар. Ол бір қора, мынандай нәрсе бар бізде. Мынаны сиыр тағы бірдеме айту керек болып тұр да. Қазақ жерін сақтаған, территориясын. Мемлекеттік аумақ деген сөз ғой. Жерін сақтаған, жері малын сақтаған, малы қазақтың жанын сақтаған. Бұда экономика, территория, шаруашылық бәрі жатыр ғой. Осы үш теория арқылы бәр нәрсені түсіндіріп беруге болады. Қызық нәрсе. Жерімізді сақтағанымыз, аумақ, территориямыз. Территориямыз, малымызды сақтаған, малымыз, жанымызды сақтаған. Мал деген сөз экономика деген сөз ғой. Енді қараңыз. Дүние ғой енді. Енді қараңыз. Сол малын сақтаған қазақ, жерін сақтаған қазақ неге малын сақтамаған? Жер малды сақтаған. Қой, сиыр, қой, ешкі, түйе, жылқы ол табиғи жайылымда өзі жайылып жүре береді. Қыстың суығы, жаздың ыстығында әр өңірде жайылып өз жанын өз бағып жүреді. Арнаулы мал бағатын адам. Қазақ мал баққан жоқ, малды күзетеді. Күзетеді, артынан еріп малшы болып кетпейді, күзетіп жүреді.
өзүнүн территориясы Каскырдан, Урудан күзөтүп гана жүрөт. Сиыр олай жайылмай ма? Сиыр кыста ол өзү теуіп жайыла алмайды ғой. Жаздай чөп жауып, жем жинап, сиырыңа чөп жауып жүрсең, ана ат үстүндөгү жауынгерлик, серилик өмүрдү ким истейт? Ол отургучулардын тирлиги. Сол үчүн казак сиырды мал демеген. Мурду сиыр сыйлаганды билбейт, жаман сыйлаганды билбейт. Муну терлеп сиыр сыяктуу деп бирөөлөрдү кыжыртканда сиырды. Бирөө төмөндөткүсү келсе сыйырга теңейген жылкы мүнөздүү, кой мүнөздүү деп. Келиндер бирде мени кулатып дүңгүрлөтүп баса айтат. Ай, не биздин үйгө сыйыр кирип кеткен бе деп коет. Теңеуді бір керемет айтады ғой негізі. Енді жаңа омыртқа, жаңа мойын омыртқасы дедік қой, кейбір кезде солайынан қояды деп. Бірақ көбінесе келінге қойып жатады, қалжа ретінде. Енді қалжада негізі ол келіннің асы болып тұр ма? Енді әртүрлі мынандай немене бар ғой, қазақта қалжа деген нәрсе бар ғой. Қалжа деген нәрсе бар. Қалжа сойылады. Қалжаға қой сойылады. Қой сойылады. Оны енді босанған әйел табиғи түрде иммунитеті түседі ғой. Өзінің денесі жағынан әлсірейді, соны сорпалайды, бір жағы денесін бір бусанып алғаннан кейін әйел адам босанған кезде денесі бір көктем сияқты бір гүл жарып қайтадан пысады ғой. Сол кезде жылы киіндіріп, суыққа тигізбей 40 күн кәдімгі қойдың етімен сорпалап, оны жетілдіріп алады қайтадан. Сол кезде ауру тауып алған 40 күн ішінде. Ол келесі босанғанға дейін ауру жазылмайды екен. Ал сол 40 күнде жақсы күтінсе, сорпаланып, жақсы күтінсе, сүйек ашылады ғой өзді. Бірақ алпысек қанша тамыр құдай ау, бірдеме сүйек, бірдеме бәрі ашылады дейді. Соны ауыр жұмысқа салмай, қинамай, сорпамен дем алып, жылы киініп, ауырдың бәрі суықтан келеді ғой. Өзін-өз жинабаса, бұл бұрынғы аурулар жазылып кетеді. Қосымша аурулар. Көп бала туған әйелдер, жақсы күтінген әйелдер кәртеймейді ғой. Түлежіп отыр. Алланың бергені табиғаты да, жан дүниесі де, клеткалар бәрі нәрсе түлежіп отырады ғой. Қайтадан жетіліп, қайтадан туындап, гормон деген нәрселер бар ғой. Ана туыт арқылы бала өтіргенде түрлі гормондар оянып. Ана чипагерлік баянда бар. Тән кәртейе ме, сөл кәртейе ме дейді. Тән дегеніміз біздің тән ғой. Дене құрылымыз. Сөл деген түрлі гормондар. Сол гормондар бөлініп шығатын отыр. Сөл кәртейген кезде адам кәртейеді екен. Яғы адреналин гормон дей ме? Атқа мінгенде бөлінеді. Ол қазақ шаттық гормоны дейді ғой. Шаттық гормоны атқа мінсең аяңы адамды шаттық деген шаттану, қуану емес, шат қой. Шаттық, шаттанып кетесіз. Сондай босанған әйелге қалжасын береді. Мойын деген енді ол қазақта айтпады, мойны қатпаған жас бала дейді. Мойны қатпаған жас бала деп жатады ғой. Өзді адам жаңа туылған баланың 40% ма салмағы басында ғой. Мойын деген бос, мойны қатпаған жас бала. Соны ырымдап жеті кемпір ме, қанша кемпір құдай ау. Мойынды жұлып жеп, сүйегін іліп қояды ғой. Бір жағым үйде жаңа босанған жас әйел бар дейді. Сондай белгіде болады. Бір жағы кеше мүжілген болады. Ырымның астарында ол енді былай түсініп алады ғой біреу. Не болды? Сол мойынды қойып қойса да, қоймаса да баланың мойны қатады ғой. Соны бір қойдың мойны қатырып тастайды дейсің бе деп. Әмәлиятта ол соны іліп қойса, осы үйде жас босанған әйел бар дейді. Ақырын жүріп келуі мүмкін, шошытпауы мүмкін, одан ауыр көп адам келмеуі мүмкін. Жас босанған әйелде неміне бар ғой яғы. Енді ол иммунитеті төмен ғой, ауру тиюі мүмкін. Күтіну керек. Сол сияқты белгілер ғой оның бәрін ол төте түсіну дегеннен шығып отырған әңгіме ғой. Қалжа. Айтады ғой, жігіттер намыстанған кезде. Бұл бәр нәрсе қамтынған. Азаматтық намыстың өзіне сол кездегі шешесінің қалжа жегенінен байлай. Мен туған кезде шешем еркек қой қалжа жеген. Не менде осы шаруаны мен бітіре алмайын ба? Не мен шыға алмайын ба майданға деп. Намысын жанып жатады ғой. Мен туғанда да шешем еркек қой жеген деп. Бұның бәрі бұл дәстүр бір бүткіл азаматтық мәселеге кетіп қалған ғой. Қызық нәрсе бұл. Енді қазақ қызын төрге шығарып, қызым менің деп, жаңағы төркініне келген уақытта төр соныкі деп отырған ғой. Қызға құйымшақ беріп жатады ғой. Мындай нәрсе ғой. Жаңағы неміне бар ғой мына. Қыз қонақ қой. Қонақ қой.
Кыз қонақ дейді де төрге шығарып қояды оны. Өзі де қонақ қой енді. Қанша күн жүреді осы қызымыз енді. 20 жыл жүретін шығар, енді ер жетіп 5 жыл жүретін шығар. Онда төрімізде отырсын, әкеңнің төрінде бір тайраңдап отырсын деп. Мынау әкесі еркелеткен қыз өте бақытты болады ғой. Жақсы болады. Сол төрге отырғызады. Енді алыстан келген кезде құйымшақ қана береді деп жатқаным ғой. Енді мен бұл құйымшақ жөнінде қыздар келген қызға құйымшақ жөнінде береді деген мен естіп көрмеппін оны негізі. Оңтүстікте мен көргем, содан кейін сұрап жатқаным ғой. Мына үйге қыз келді, мына құйымшақ соны апарып берді, соны сыбағасы деп беріп жатады да. Құйымшақ. Енді құйымшақ дегенде бар ғой, мынандай нәрсе. Анау жылқыны аламыз ғой. Жылқының құйымшағы негізі жаясы сол. Оны ғана екі жағындағы етін қалтырмай, қоқитып сүйек қылып алып шықсаң, ол құйымшақ болады. Дөңгелентіп отырып, жамбастың қыртыс майымен қойып, жамбастың шетіндегі өзі бір бөлігі бар. Оны ойып алсаң, сол жая болады. Қазіргі алып жүрген, айтып жүрген жаяның бәрі жая емес. Жамбасқа қалтырған ет құйымшақ қылып сылып алған. О жая деген өзі ана сүйегімен, құйымшақ сүйегімен бірге мынандай буын болады. 5-еу ме 6-ау шығады, арбасы 4-еу шыға ма? Құйрықтың түбінен ұстап, сол жая болады. Жамбасымен бірге жүретін. Жалыңды жедің, жал жаяңды жедің деген. Енді нең жейсің деп 3 күн жатқанда қонақта айтады екен ғой. Жал мен жаяңды жедің 3 күн жатып, енді неңді жейсің деп мисалдап жатады ғой. Өзі сыйдың да чегі бар ғой, соған айтылады. Енді ал енді қойдікі, сиырдікі, басқа малдікі ол үйтіп ойып шығаруға келмейді, ол құйымшақ деп есептеледі. Қойын құйымшағын бергенде енді білмеймін енді оны қатты бір зерттеп кетпеппін. Біз бүгінгі әңгімемізде ет туралы айтып отырмыз ғой, ет. Бүгін үйге қонақ келеді, ет ас, ет жейік. Тамақтың атауы өзі ет. Бірақ кейінгі уақытта 5 бармақ, 5 бармақ деп шығарып жүрді. Мен де өз үйіме, келіншегіме ет асыңдар дейміз. Досым келе жатыр, ет ас. Қонақ келе жатыр, ет ас. 5 бармақ жасашы деп айтпаймыз да. Енді жастардың арасында 5 жегім келеді деген бір сөз шықты да 5. Бүгін не жейміз? 5 жейміз дейді. 5-ің не седің? Деймін ғой енді. Енді оны жастарды айыптай алмаймыз. Айыптай алмаймыз. Бірақ біреу шығарды ғой. Атадан Махамбет айтады ғой, неменесі ақсақалы жоқ ауылдың жастарлы болары осырақ деп. Сонда айтпақшымыз, біз атамыздан бізге берді ме, біз жастарға беруіміз керек. Оны кінәлай алмаймыз. Өйткені оны біз атадан қалған дәстүр соларға үйренбесек, олар білгенін айта салады. Олардың ыдысына басқа біреудің мәдениеті кіріп кеткен. Жаңа 5 бармақ, содан кейін тартылған табақты айтып жатырмыз ғой. Енді бізде бір қызық жағдай бар ғой, біз өзі отардан шыққан елміз ғой. Неше жыл отарда отырдық. Біз өзіміздің көзімізбен дүниеге қарағымыз жоқ. Елдің жасап берген стандарты бойынша өзімізге қарап жүрміз ғой, елдің көзімен. Содан мен 5 бармақ. Олар, мыналар қол 5 саусағымен жей деген 5 бармақ. Олар қойып берді, содан кейін оны тарихтан бері қарай өзіміз істеп жүргенде елдің атауымен атап алдық қой. Бұл жерде ұлттық иммуниттің әлсіздігі болып тұр ғой. Ұлттық иммунитіміз күшті болса, ол 5 бармағын далада қалар. Енді қазақ сыйымен қадірін арттырып, сыйыменен, сыбағасымен қадірін арттырып әкеп табақ тартады. Бар ғой, сыбағамды атада дейді, итке таста дейді. Ол жерде сыбаға деген сол адамның қадірін білдіреді. Енді бір үйге келген кезде сен қадірсіз болсаң, екінші келмейсің ғой. Оның бір қадірлі қонағы болсаң, онда бар ғой, сыйлы болсаң, сияпатың болған жерге барып тұрасың ғой. Сол сияқты, бір апарып бір қайдағы бір күңжілік дейді екен. Мен оны кімнен естідім, Алтынбек Қоразбаев ағамен бірге отырып қалғанда, мен бала кезімізде күңжілік дейтін, күң. Күң деген есіктегі қызметкер ғой. Иә, қызметші ғой. Күңжілік дейтін дейді. Тоқбасшылық деп айтады, домаласшылық деп айтады. Оны қазақ онша бір қатты бір жақтыртып кетпейді негізі. Жауырын оған қарағанда жақсылау ғой. Ананы жақсы көрмейді. Сол бір күңжілігіңді тарсаң, ол қадірсіздеу болып болады. Қай күңжілік деген? Қолдың жілігі ғой. Қаржылық деп қояды оның жеріндегі мына жауырын. Кәржіліктің үстіндегісі ма? Иә. Кәржілікпенен. Қолдың қары, кәржілік деген сөз, қаржылықтен шыққан сөз. Қолдың қары дейді ғой, сырт. Қарны, қары де сырт. Сол жердегі жілік дейді ғой. Одан кейін ол өзі былай көп істетілетін болғаннан кейін қаттылау бұра сіңгірлі. Соны тартасың, өзінің қадірі жоқ болса, ол қонақта ренжіп қалады ғой.
Қазір ол жерде ет көкпелеп отырған жоқ. Ана жердегі сый құрмет айтты. Сол үшін қазақ айтады, жаңағы сөзімізді қайталайық. Сыйымды атада, сый табағымды атада итке таста. Итке таста депті. Иә, ол қазақ өз сондай халық қой, күрделі психологиядағы халықпыз. Енді ет мәселесін қозғап жатырмыз ғой. Мынау малды сою, бауыздау этикеті деген дүние болу керек шығар. Қазақ негізі бір мал сойған уақытта екінші көрмесін дейді. Малдың көзінше пышақты былай қайрама дейді. Оның әрқайсысы негізі әдеп қой. Әйтпесе оның көзінше қайрадық не, қайрамадық не, 5 қойды қойып біртінде бұл жерде бауыздадық не, ода тұрған бір нәрсе бар ма жоқ па нақтысы мен білмеймін енді. Бірақ бұл әдеп деп көремін негізі, әдеп. Және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам малды сойсаң екінші көрмесін деген. Малдың көзінше жаңағы пышақты қайрама деген. Осы мал сою әдебі туралы әңгіме қылсақ, тұншығып қалатын уақыттар болады. Кейде бір кісілер мал сойған уақытта мынау жаңа мойын омыртқасы дедік қой, омыртқаның біраз жаңа сүйектерін басқа қарай өткізіп жібереді. Біреулер қанын ағызады, біреулер қанын ағызбайды. Қанын ағызбаған күйінде жұлынмен басым толығымен кесіп алатындар болып жатады. Осының әдебі туралы да әңгіме айтсақ. Енді менің бір байқағаным, енді ер азамат қой. Иә. Ер азамат, ер адам несімен ер адам? Бұрын кездегі 5 қаруы болған, міндері аты 5 қаруы болған. Енді әзір машинең бар, содан болмағанда бір қой соятын, содан кейін ет кесетін бір кездігің болу керек. Екі түрлі нәрсең болу, қой соятын бір пышақ, содан ет кесетін бір қарсы кездік болу керек. Оны қылпылдатып өтіп, қайрап, орап, үйге сақтап қою керек те. Мынау әкеңнің пышағы, мынау әкеңнің кездігі. Балалар соны әкесінің бір ер жігіттің бір айбары болады ғой. Сондай болу керек. Бұдан осыдан бастауымыз керек малдың. Сол жаңа пышағыңды алып мен мал сойған кезде әдеп енді бір-біріне зорлық, қорлық көрсетпеу ғой біздік. Бірін-бір үрей тудырмау баяғы. Пышақты малдың көзінше соймау. Біз де сондай әдепті халықпыз ғой. Енді мынау бауыздаған кезде де, бауыздап жерген кезде мына жұтқыншақ бар ғой. Иә. Жұтқыншақ өзі ашылып жабылып тұратын жер ғой. Кеңірдекпенен өкпенің айырылатын жері. Клапан былай-былай. Иә. Сонда ана жұтқыншақты басқа өткізіп жүреді. Әйтпесе жұтқыншақ қойдың дене жағында қалса, мына кеңірдек жабылып қалады да мал тұншығып өліп қалады. Қырылдап. Ол толық демалып жатып, қанды толық сарқылып, ағызып, қан толық сарқылып ағу керек. Күре тамырдың іші бекітіліп қалады, оны қайтадан кесіп отыру керек. Сонда қан толық сарқылады. Бұл бауыздаудағы мәселе ол бізде ана қанда түрлі қан деген тасымал нәрсе ғой, мысалы азық бір азық калорияны алып бара жатады да мына жақта жанған калорияларды қайтадан алып шығып отыратын дүние ғой, тасымал бүткіл денеге энергия жеткізіп отыратын. Сарп етілген энергиямен бара жатқан энергияны таситын дүние ғой. Ода қанда түрлі микробтар болады, қалдық зат. Сол қанды толық ағызып жіберу бауыздауда мақсатымыз. Енді сол ағып кетпей тұрып тұншығып өліп қалса, оның денесінде қан қалып қалады. Сол үшін кейін зиян болады адамда. Иә, сол үшін жеген тамақ деген адамның мінезіне, адамның бәр нәрсесіне әсер ететін дүние, халалдың мәселесі сода ғой. Сонда қан толық ағу үшін жаңа жұтқыншақ бас жақта қалу керек та, баста қалу керек, жұтқыншақтың артынан бауыздайды. Енді тағы бір мәселе, ана бауыздаған күннің өзінде кеңірдегі ішіне қарай кіріп кетеді, ана бауыздалған жердің жүні я болмаса, ана кеңірдекші ғой мынандай түтік. Соны жауып қалып, ол тағы да қырылдап болуы мүмкін. Оны ана ашып, оны былай шығарып қою керек. Жалпы мал өкпесімен еркін дем алып жатып, қысылмай, қырылдамай, ана қанды толық ағызып, қан сарқылып барып жанызу керек қой. Міне бұның әдебі сол. Одан кейін барып жұлынды. Иә, одан кейін барып жұлындай. Жұлындау деген сөз ана мименен денедегі ана неменені байланысты үзу ғой. Содан кейін бір басын кесіп алу керек. Содан кейін басын кесіп. Бірден басын кесіп жұлбасаң жауыздық болады. Енді малды бауыздадық. Бауыздап болғаннан кейін жаңағы іліп, шек қарын алып, соны ретімен айтып берсеңіз. Қойды айтайық. Қой мысалы, енді ілгеннен кейін көбінде төсін, 4 сирағын шығарып алған жұдырықтап жатады. Терін ұстап тұрады да жұдырықтап. Ар бері өткізеді, терісін сылып аяғына іліп қояды, терісін сыпырып алады, соны жүндерін тазалайды, бауыздауын жуады рас, бауыздауын жуып, бауыздауын бездерін алады. Без деген нәрсе бар.
Безді алмаса не болады? Бұл бүткіл ауру безде болады ғой. Мәселен, мойынның түбіндегі безді қазір мына мал доғдырлар, малды базарларда мойынның безін тіліп көреді. Қан талап тұрса, қарайып тұрса, белгілі бір қауіпсіздік болса, бұл малдың бойында әртүрлі аурулар болады ғой. Малдың құлағы саңырау деп саған бірдеме айта алмайды ғой. Қызуым көтеріліп тұр, бруцеллез болып тұрмын деп айта алмайды. Сібір жарасы болып тұрмын деп айта алмайды. Сол безді тіледі, без өзі айтып тұрады. Мысалы, қолыңа бір пышақ кіріп кетіп, бір іріңдесе, адамның мына қолтық безі шошынып қалады ғой. Болады ғой, мына бездер шошынып, без шошынды дейді. Сол без тастап деп жатамыз ғой. Соған микроб өтіп кетеді де, сол дереу безден білінеді ғой. Қанталайды, қараяды. Мына мал ауру екен дейді. Бәр микроб, одан кейін бездер түрлі жаңағы гормондарды бөлетін бездер бөледі ғой. Белгілі бір қошқардың, басқа бір менің аталық безінің дөмінесін жеп қойсаң, бәлкім бірдемесі қалыпсыздық болуы мүмкін. Сол үшін безді алып тастайды. Сосын қойды ілдіктеді қой, енді ішек қарын ашу әйел адамдардың. Бұл негізі бар ғой, жаңа айттым ғой. Ішек қарынды алып береміз сол жаңа. Негізі бар ғой, мұна жаңа ер азаматтың өзінің бір өткір пышағы, қой соятын өткір пышағы, өткір кездігі болу керек дейді. Оны қайрап, өткізу, ол бір процесс, ол бір барыс. Одан өткір пышақ ұстап, өзінің үйінде қару жарағың болып тұрса, сол бір бұрынғыдай емес. Өз ер адамның айбары болу керек қой. Қошқарда мүйіз, айғырда жал, бурада чуда болады. Енді ер адамда не болу керек? Бір қару болу керек, оның айбары сияқты нәрсе ғой. Әкеңнің кездігіне тимеңдер деп қояды. Атаң кездігімен құлағыңды кеседі деп қояды. Ана жерде бір айбар жату керек та ер адамда. Бір жігіттер болады, әйелінен сұрайды, мынаны қайтеміз деп. Ол әйелін емес, ол өзі сол жерде еркекше, қоғамда еркекше жүргені үйде де еркекше жүру керек. Яғни пышағыменен сол етті бұзып балаларына бас сирақ өткізеді. Баяғыда бізде сирақ өткізетін. Сирақ жемейтін қоғам пайда болған сияқты. Сирақты өткенде тағы мындай нәрсе бар. Қазір бұлай жерге тастап не бір кірпіштің үстіне қояды да газбен үйте салады ғой. Ол кезде жаяу өйтпе дейтін. Жаяу қаласың, жаяу өйтпе. Ана сираққа бір ағаш шаншып алып сонымен ұстап отырып өйткізеді. О жаяу өйтпе деп біз ойбай салатын ана. Жаяу қаласың, жаяу өйтпе деп. Сираққа ағаш шаншып қойып өйткізетін. Не болмаса ана аша болады ғой, шөп жинайды, соны төртеуіне сұқып қояды да. Соны ұстап отырып сирақты жаяу өйтпе дейтін. Ол бұрын айтылатын, соңғы 20 жылда ода айтылмайтын. Қазір паяльникпен өйтіп жүргендер бар. Сол. Бас сирақты үйт, балаларың сирақ үйсін, тағы үлкенде басын үйсін, жуысын. Оның бәрін тұрмысқа тәрбиелеу ғой. Жоқтан бар жасау. Жоқтан бар жасау. Әр нәрсені өзінің тұрмысына пайдалана бір өмірге дайындау ғой былайша айтқанда. Анау бір жерде бір әңгіме айтып жатады. Қаланың баласы қырға, тауға шығып отырып, адасып кеткен ғой. Чөлде өліп қапты. Өзеннің жағасында жүріп чөлде өліп қапты дейді. Сонда оның түсінігінде трубадан су ішу керек екен. Өзеннен су алып ішкенін білмейді екен. Сол сияқты нәрсе өмірге тәрбиелеу ғой. Әскерлерді апарып ұзақта бір чөлдерге тастайды екен ғой. Құмырсқа жейсің бе, шаян жейсің бе, бақа ұстап жейсің бе, шөптің суын сығып содан су тамшызып ішесің бе, келесің. 500 мың километрге жаяу тастап келеді екен, тікұшағымен. Содан қайтып келу. Ода жауынгер жоқ жерден өзін өзі алып шығатын қиыншылық, табиғи қиыншылықтан алып шығуға тәрбиелеу. Ал біздің мал сойып, әрбір жаңағы сирағы болсын, қандай дүниесі болмасын, тәрбиелеу ғой, қиыншылыққа да, басқаға да. Одан кейін сірәп деген нәрсе бар, сірәп болады дейді. Бұрын кезде бүйтіп айтатын, нанның қоқымын жеп қой, бай боласың. Қоқымда тұрған ештеңе жоқ, бірақ әмелиятта ол бәттей нәрсеге дейін шығын қылмау, сірәп қылмау, еңбегін еш қылмау, сірәптің алдын алу. Дінде де бар, ішіңдер, жеңдер, сірәп қылмаңдар. Алла Тағала Құран кәрімде айтқан. Ал бізде ол айтады, нанның қоқымын жесең бай боласың дейді. Анандай айтып тұрған жоқ, кім бай? Қазанның қақпағын деп жатамыз ғой. Ана қаспағын деп. Оны қаспағын қырып жейді. Ер балаға жегізбейді рас. Қыз бала жейді қаспақ. Ер бала жесе тойыңда жаңбыр жауады деп жатады. Айтады ғой, мұны сеңіз манқа болғасың ба, ерке болғасың ба? Ер бала болып тұрып тойыңда күн жауып жатыр ғой. Неме апаңның пысырған қаспағын жегесің бе деп мазақтап жатады. Манқа ерке болғасың ба сен немене деп. Соның бәрі қарап тұрсаң бір жігіттікке, біліктілікке, қоғамда өзінің ролын ұстап жүре алатын, бір тұлға бола алатын адамдық тәрбиелеудің бір белгілері бар екен бізде.
басын айттық, шек қарын былай шығардық. Одан кейін ары қарай қалай? Аш шегін арчиды. Шек қарын бәріне де жұмырын, жұмырына бәрі сол әйелдер мен апалардың жетекшілігінде әйелдердің атқаруында қарынды түктейді. Анау жұмыр деген нәрсе бар, ұлта бар. Оның ішіне май тығып аударады. Оның бір шошайған үші бар, оны ұлтабасың деп, ұлта бар деп қояды. Оны шошайған, оны келіндерге бір жерде ұлтыбасың деп. Кестелі қарын бар, қолың шебер болады деп, кестелі қарын жегізіп жатады. Әр нәрсенің өзінің аш шек жеп жатады. Сондай өзі, әр нәрсені, еш нәрсені ысырап қылмай, сондай өзі бір жоқтан бар жасап отыратын халықпыз ғой. Мал союдың әдебі бір бөлек, оны тартудың әдебі бір бөлек. Әр қайсының өзінің орны бар. Енді мынадай бір сұрақ бар да менде. Біз бұны қазір мынау қоғамға жеткіземіз, көрермендерге айтамыз деп жатырмыз ғой. Осы дүниені біз енді кеңес үкіметіндегі біздің ата-аналарымыз жасады. Бірақ бізбен қатар азаматтар, мынау 30 бен 40-тың арасында азаматтар білмейді осыны. Осыны білмейді. Мындай нәрсе, бір нәрсе жойылу үшін үш ұрпақ керек. Үш ұрпақ деген сөз 75-90 жыл. Мына ұрпақ бірінші ұрпақ па? Мына бірінші буын, бұны істеген буын болады да. Екіншісі істеме естіген болады. Естіген. Ол естіген адам істемегеннен кейін ол айтпайды. Үшіншісі естімегенде, істемегенде болады да, соны үшіншіге келгенде жойылады. Тілде сондай, үштем жүрміз біз. Тілде сондай нәрсе. Мысалы, атамыз сөйледі, әкеміз оны тек естіп қана өтті де, бірақ сөйлеген жоқ. Ал ол біз үшінші естігеніміз де жоқ, сөйлегеніміз де жоқ, біз таза жойылады. Үш ұрпақ. Әдетте бір меринос қой мен тегірені құйрықты қой бар ғой. Соның өзді үш ұрпақтан кейін не мериносқа, не қазақи қойға ауысады. Бұл өзі үш ұрпақ, бір ұрпақ 25-30 жыл ғой. Елібай, Жайдары қойлар деп айтып жатады ғой. Елібай қой деген сол қазақтың қойлары, сол құйрықты қойлар ғой. Турау керек деген болады. Мәселен, сол жерде жамбасты әкелді, басты әкелді. Ол кісі сол ақсақал отырып, езуінен білдіріп, ана жаққа, мына жаққа, құлағынан кесіп, балаға береді. Сөзің үлкендердің құлағында болсын, құлағың бүрік емес түрік жүрсін деп. Тыңдай білу керек қой. Тыңдай арқы санаға құйылады. Бала деген кішкене ыдыс сияқты ғой. Оның ыдысы соған сол біздің ұлттық иммунит, ұлттық құндылығымыз толу керек қой. Сол ырыммен береді бала. Одан құлағы жейім деп келген бала әңгімеге үйір болады. Құлағында қалады. Басты сөйтіп ауыз тигізіп, жаңағындай өзі иесіне ұсынан не болмыс сөжлемей палау жасай, содан ана жамбастан тілеп алып, әдемілеп, үлкен кісінің сыбағасынан жейді. Содан бір жігіт, спар жігіт келеді де, бір ет, бір май. Мына еттің өзі сіңгір, қара кесек, май болып үш қабаттан тұрады. Соны бір ет, бір май қырқып, әдемілеп отырып, кескен кезде елдің аппетитін ашып жіберуің керек, тәбетін ашып жіберетіндей болып кесу керек, жапырақтап отырып, сөйтіп спар жігіттер кеседі. Кескен кезде де ашайын қара жапырақ бірақ турап тастамайды. Адамның өзінің қаншалықты 4-5 адам қаншалықты жейла сол көлемде әр түрлі еттен, қабырғадан, сүбе қабырғадан, арқа белдемеден, жамбастың қыртыс құйық маймен қосып қыртыстап жей алатын көлемде турайды да, қалғанын қойып қояды. Қалған содан кейін сыбаға, мынаған, ана кісінің сөмкесіне салып жіберуі мүмкін, жолы, анаған сөйтіп береді. Енді бізде бір қызық, мен көрмеген бір салт бар екен. Табақты тартады, үлкен кісі деп жамбасты береді, анасы табақты іштеме қалмай қалады. Әмелетті ол бір жамбасты бір адам алып кетеді, сол жиып алып кетіп қалады деген сөз жоқ. Соның маңайында соның шарапатында жүрген адамдар ғой, маңайында соның атқосшысы болып, соның неменесін шашпауын көтеріп. Бір кесіп алып жеп одан кейін қайтып қою керек па? Ана үлкен кісі ауыз тиіп, ырымын жасағаннан кейін жас жігіттер, өздері спар жігіттер кеседі. Кескен күннің өзінде де сол жаңегіндей әртүрлі еттен, түрлі-түрлісінен жапырақтар кеседі. Жіліктегі беріп жіберетін болса, анау тамақтың ешнәрсе қалмайды. Анаған береді, мынаған береді. Мен талай көрдім оны. Мәселен, марқұм Серікқали екеуміз бір жерге қонаққа бардық. Табақ тартты, жамбас тұр, ана тұр, қосымшасымен тұр. Сонымен Серікқали маған айтты, ет кес деді. Жамбасты алып, ана кісіге бер деді. Алды, ана кісіге берді. Он бір кесегін алып, тағы бір ақсақалға берді. Бір екі кесек ет қалды, тағы біреуін кесе беріп, ана кісіге ет бер деді. Мен қайдан білем, оны кесіп, ана кісіге ет сала беріп, мына жігіт не ұқпайды деп, әні алды, анаған берді, соны бір қара қабырға қалды.
Не істеймін жалғыз қараға бұрған. Шақта қарай қойып қойдым, бұл отырдым мен. Не қылар екен деп. Сол болды, сонда шықпықты. Әмелиятта ана жерде ол оны соңқыға салып алып кетіп қалу емес ол. Оның адамды біреудің дастарханына апарып, сонда атамыз тойға кетті деп қазан көтермей, алар соған қарап отырмайды ғой. Сыбаға барады, бірақ жаңегіндей жағдайда ортаққа салып, ауыз тиіп, мәлім мөлшерде бір 3-тен 1, әрбір жылдың 3-тен 1 өз кесіліп, содан арып қойылады, содан кейін сыбағасын беріп жүреді. Барған жерде дәметіп қалмасын, дәметіп қалмасын дейді ғой. Пакетке салып алып кетіп жатыр қой қазір. Енді әртүрлі бір форматқа қатып қалуға болмайды. Сырап қылмау үшін бәр нәрсені тарату бар. Әр нәрсенің өзі. Енді ананың бәрін тұқ қалтырмай турап тастасаң да барған ана дәмету деген нәрсе бір қазақта. Анау әсіресе мына жас босанған әйелдер үйден шықпайды ғой. Бір жерге бармай қалады сол. Үйде жас босанған әйел, келінім бар еді, қызым бар еді деп айтпайды ғой. Қыз үйінде отырып тұрмайды ғой. Келінім бар еді, сол дәметіп қалады, бірдеме салып жер деп сөйтеді. Болмаса білген адам үйіңде келінің бар, босанып жатқан дәметіп қалмасын деп кішкене бірдеме салып жібереді. Дәметіп қалса омырауы ісіп кетеді деп айтып жатады. Иә. Сондай нәрсе бар. Одан кейін біздің қазақта келген қонақ келді дедік қой. Қонақ кетер кезде бар ғой, бұйымтай деген нәрсе болады. Қазір ешкім бұйымтай сұрамайды. Мәселен, мен сіздің үйіңізге бір жұмыспен бардым, иә? Иә. Менде көлік жоқ болып қалды. Бұйымтай бармайды деп сұрап жатамыз ғой. бір жерге барғалы көлігімді сұрайын деп барсам, енді былай сұраған ыңғайсыз да, намыстанасың. Ай құдай, осы кісінің қолына қарап қалғаным ай деген. Енді барған кезде келіп чай ішіп, бекер келмейді ғой енді. Шығып бара жатқан сұрайды. Немене бұйымтаймен келдің? Неге қақып қалдың? Не шаруа бар еді дейді. Соған анаған жеңіл болады да, намыс тапталмайды, жасымайды. Осындай бірдеме де атыңды беріп тұр, я болмаса бәлені беріп тұрсаң. Мындай болды. Жағдай келсе біледі, жағдаймен жөнін айтады да, екеуі де жеңіл айтады. Ағар барып тіке өзі сұраса, анау бермей қойса, одан әмәл. Жердің бетімен барып, асымен қайттым деген қазақтың сөзі бар. Жердің бетімен барып, асымен қайттым деген, одан кейін күліп кіріп, күңіреніп шыққаннан бездейді кісінің үйіне. Осының бәрі қазақтың әдебінде жатқан. Үйіме қонаққа келдіңіз, мен сұрау керекпін. Иә? Қандай бұйымтай? Бұл өте әдеп нәрсе. Осыны ұмытпау керек. Айтатын әңгіме көп айтсақ. Енді осы дүниелердің барлығын қалай жеткіземіз жастарымызға? Жүрген жерінде айтып жүру керек. Жасап жүру керек. Айтып жүру керек. Іспен де, әр нәрсемен дәлелдеп жүру керек. Егер мен мал соя алмасам, етті жөндеп турай алмасам ше? Үйрену керекпін ғой, иә? Үйрену керек. Ер адам өзінің үйінде еркек болып отыру керек қой. Еркек болып отыру керек. Етті осы алмасақ, еркек болып. Не үшін жүрміз деген әңгіме ғой. Еркекше қонағын күту керек. Өзінің күткен қонағын отырғанда өзінің анау көңілмен берген қара чай сойып қойған, көңілсіз берген еттен артық деген со ғой. Өзің қонағыңды жақсы әңгімемен, жақсы пейіліңмен, мол дастарханыңмен күтіп ал. Көңілсізден көтсіз алады болады дейді ғой. Сон күтіп ал да өзің еркекше отырып шағын. Әйеліңнен сұрама, ойбай, әйелің анасы үйде тақтай қасып турап әкеп, қоңыр сиырға жем бергендей алдарыңа ет төгіп салсаң, мәнісі жоқ. Ең ұят дүние ғой. Мәнісі жоқ оның. Мен бұны айтып жатқаным, бұл жерде айтпағым бір жігіттің көсемдік, бірлікті бір тұлғалық дәрежеге көтерілуі ғой. Елдің алдында. Әйтеу санда жоқ, саяқта жоқ бірдеме болмай. Бұл тұрмыстан басталатын нәрсе. Бәр нәрсеге ат үсті қарау. Бір үлкен кісі, мен бірге табақтас болған мен. Үлкен кісі енді. Колхоз кезінде ел басқарған бертінгі кезде де біраз жерге барған кісі енді. Артынан ауылдың ақсақалы болды, сол бір дастархан болып қап. Табақ әкеп тартты. Үлкен кісілер 70-тің. Сон пышақ келді. Ақылар бүйтіп отыр. Ақсақал, енді сіз үлкенсіз ғой, мен тыныш отырмаймын ғой. Үлкенсіз кесіңіз, ырымын жасаңыз деп. Бір кесті ауыз жеді тастай сал. Сон ол өз оппозиция болып жүрген кісі енді. Сон айттым, құдай, сіз президент болсаңыз өзіңіз ғана жейді екенсіз деп. Бізге бермейді екенсіз дедіңіз ба? Сіз де жемқор болады екенсіз дедім. Сон бетіме бажырайып бір қарап қойды. Шынымен ғой, жігіттер келді, ауыз тиім, мен сияқты болыңдар деген, ырым деген сөз ғой қазақта. Бір абайды айтады ғой, болмасаң да ұқсап бақ, бір жақсыны көрсеңіз дейді. Жақсы болу керек, кәрілер жақсы болу керек,
Ал жастар сол кәрі ақсақалға еліктеу керек. Мындай нәрсе бар. Кейбір бұрынғы заманда ауылды ұстаған ақсақалдар ғой. Иә. Олар біреуге ұрсып, біреуді желкелеп, біреуді қамшыламайды. Өзін ғана түзейді. Өзін ұстайды, өзін түзейді, өзінің ісімен, сөзімен алысады, өзінің нәпсісімен алысады. Өзін ұстайды, болды, қалған нәрсені өздігінен ұсталады ғой. Өзің диванасың, кімге пір боласың деген сөз бар ғой. Сол сияқты өзін мықты ұстаған адам өзгені ұстай алады. Жүріс, тұрыс, отырыс, сөйлем бәрінен. Сол отырған жерде басқаша ауа пайда болады ғой. Атмосфера пайда болады. Тәртіп пайда болады. Ол енді анаған бір, мынаған бір мыжыңдай берсе, кім жек көреді? Елдің бәрі жек көреді ғой, мыжыңдамайды. Мен өзін өзі мықты ұстап, өзінің нәпсімен алысып, өзімен өзі күресіп, сол тұлғалықсын сақтайды, сол арқылы маңайын тәрбиелейтін дүние бұл. Демек, әрбір қазақтың баласы, жігіт азамат қой соя білу керек. Дұрыс қой, жанындағы жаңа кездік дедіңіз, әр алдына келген үлкен азаматтың өзі қазір қоғамда басты таратып бере алмай жатыр ғой. Ол мипалау жасамай қояйыз. Алдына келген жамбастың өзін кесіп бере алмай жатыр. Енді мынадай да адамдар бар да. Қойдың құйрығы сасық, керек емес, иісі шығады. Қолданудың қажеті жоқ. Бізге шұжық жасап беретін негізі. Соны әдемілеп, мынамен жеп алатынбыз. Қазір жемейтін адамдар пайда болғанда. Бұның пайдасы көп деп айтылып жатады. Осы жөнінде қорытынды бір сөз ретінде айтып шықсақ. Мына жерде мынаны құйрық майдан бұрын, мына ұлттық, өзіміздің ұлттық дәм сезу нәрсеміз болу. Ұлттық дәм сезетін, өзіңіздің ұлттық асыңызға деген бала кезде соған сіздің мынандай тәбетіңіз пайда болу керек. Бала кезіңнен айран ішеп, бала кезінен құйрық май. Бұл жаңа туған балаға құйрық май сойғызады, қозының құйрығын дәкке орап сорғызып қояды. Уыздай болып тұрған қозының құйрығын. Иә. Содан бастап өзінің ұлттық асына деген тәбет ашылады ғой, ұлттық код бұл. Ал оны ешқандай татымаған, айран ішіп, құрт мұжып, құйрық май сормаған, табиғи түрде оны жиіркенеді. Өйткені ол оны татып көрген жоқ. Бала күннен осыны тәрбиелеу керек. Иә, сол күннен тәрбиелеу керек. Құйрық май сасық деп жүрген себебі сол, қой сасық деп. Мәселен, өзге ұлттар біздің мына қойдың етін жесе, қойдың иісі шығып тұрады, тәбет тұр. Олар жиіркенеді, олар өзі. Мәселен, орыстың үйіне барсаң, капуста сасып тұрады ғой. Қытайдың үйіне барсаң, ол бірдеме сасып. Индистерге барсаң, ол тіпті қызық. Бізде әр ұлттың өзінің жеген тамағына қарай өзінің иісі болады. Ол өзіне өзі сенбей. Сол сияқты біздің ұлттық өзіміздің бала кезден аппетит өзінің не деуші дәм, тәбет. Жылқының етін. Тәбетін қалыптастыру керек. Орта жолдан апарып оның аузына май тықсаң, ол табиғи түрде қабылдамайды. Енді мына құйрық май жөнінде айтып кеткен құйрық май деген енді ол мыңнан бір. Осы мына 2003 жылы Қытайда өкпенің белгісіз дерті пайда болды. Бұлар мына қой етін пайдаланатын моңғол, ұйғыр, қазақтар ешқандай ауырмаған. Аналар чыбындай қырылып қалды. Қайғы жылған о бір ауруда қойдың еті келеміз әзір, оған келеміз ақырындап. Сонда анау 2003 жылғы мәселе. Сонда мына Қытайлар құйрық майын шынымен жоқ қылып жеді. Қатты жеді ғой. Мына құйрық май өкпені жібітеді екен. Көптеген сүйекті бекітеді. Оның құрамында май емес. Құйрық май, еттің жанындағы май емес, құйрық май. Соны өзі тоқтатпай кетті. Енді қара. Артынан мына бұрынғы қой жеме, қой сасық деп жүретін орыстардың өзі мына пандемия кезінде деген мойындады ғой. Қойдың майын жеңдер, өкпені жібітетін болды. Анағыл. Әмелиятта мына құйрық май мәселен, кішкене балалар, бұрын апаларымыз құйрық майға сылап, суық тиіп жөтелген кезде, мына тамаққа жағып, жауырынға жағып, сипалап, жауырынға, мына адамның жауырыны энергия тақтасы ғой. Соны ысып құйрық май жағып жазы жереді ғой. Енді мынау өзі бір ер адамдар болады ғой, ыстыққа бейім, қайраттыққа бейім адамдар құйрық май жауға болмайды, олар ыстық өтіп кетеді. Одан алма ыстығын асырып жібереді. Өзінің әрбір теңшелген өзінің қалпы бар. Құйрық май мыңнан бір дауа ғой. 90-ға келген талай апаны көрдім. Шайға құйрық майды опырып салады да, соны ішіп тарымен генә отырып кетеді. Бұл үлкен нәрсе бұл. Ұлттық дәм сезу, ұлттық немене тәбет деген нәрсені кішкене бала кезінен қалыптастыру керек. Әркім өзінің асыменен, өзінің антрополог Оразақ Смағұл деген кісі бар ғой. 80 қанша 90-ға келдім. Сол кісінің өзі айтып отыр ғой.
әр қандай ұлт дейді өзінің орта жаста асқаннан кейін өзінің ұлттық тамағына көшу керек дейді. Ал біздікі ет, сүт, қосымша астық текті нәрселер ғой мына. Дән, қуырған бидай, жарма талқан, тары, астықты аз пайдаланған жаңағы сүт тағамдар, айран, шалап, құрт, сүзбе, қатық, түрі көп қой оны. Еттің әр түрі бар маусымға қарай. Сондықтан сол ұлттық өзіміздің тәбетімізді балаларды ашу керек. Ол оның сүйегінің жетілуіне, бұлшық еттің қалыптасуына. Қазір иығы менен құйрығы жоқ балалар өте көп қой, жіп-жіңішке, көлеңкеге өскен көкшөп сияқты. Жігіт деген иықты болу керек, сауырлы болу керек, құйрықты болу керек дейсіз ғой. Сол сияқты өзінің ұлттық сүйек, кіреуке сүйек қалыптасу керек қой. Ұлттық аспен қалыптасатын. Қазір көп заводтың шыққан нәрселері көп қой, заводтан шыққан. Заводтан шыққан түрлі чірімейтін химикаттар қосқан тамақпенен жейді. Ода иіс қоңықта болмайды. Ол тағы сенің тәбетіңді ашып тұрады. Адамның асқазаны қанша нәрсе қабылдайды, сол кеп піскөп болған кезде, толған кезде жүрегің айниды. Сағат көрсетеді. Болды деп. Стоп. Дейді, соны тоқтап қаласың. Жүрек дәмденіш қосқан ол ары қарай, оның бәрін жояды, ары кеп деп аласың. Жақсы болмай қалады. Бүгінгі әңгімеңіз жақсы болды. Әдемі кетіп жатыр. Етті енді қазір біреу сүрлейді, сүрлейтіндер азайды. Және анау тоңазытқышқа, холодильник дейміз ғой енді орысша. Сол тоңазытқышқа салып қойып, қатырып қоятындар бар. Қатырып қойған етпен сүрлеген ет. Сүрленген еттің жаңағы қандай түрі болмасын, өте бір дәмді, тәтті болады. Ет сасса тұз себесің, тұз сасса не себесің деген сияқты. Тұз енді Алланың бізге беріп қойған бір мұғжизасы ғой, игілігі ғой. Етті тұздайсың, ода микроб өмір сүрмейтін болады. Содан оның бойындағы су бол, су құрамын айдап шығарып жібереді. Содан кейін бұл ауаға кебет, құрғақ нәрсе бұзылмайды ғой. Құрғақ нәрседе қатырған ет ол микроб оған барамыз. Микроб өмір сүрмейді құрғақ нәрсе. Содан жел қаққан жерге бұл азық-түліктік қорын ұзақ сақтау үшін азық-түлік қауіпсіздігі дейді ғой. Соның атамыз соның бәрін жасап саған ғой. Ал енді қазіргі тоңазытқышқа салу, енді ол кезде тоңазытқыш жоқ, сүрлеп сақтайды. Мынандай нәрсе. Тоңазытқышқа салғанда да міндетті түрде бұл ет деген клетка ғой, былайша ұсақ-ұсақ клетка. Клетканың іші толған су болады. Тұздасаң сол бүткіл еттегі суды шығарып жібереді. Одан кейін тұз ананың қоректік құрамын жақсы сақтайды. Тұздап барып холодильникке салып қойды. Сақтасақ та тұздап барып салып. Ол іштейді. Ал енді мәселен бір үсіп кеткен нәрселер, қол саусағың бір жеріңіз түссе, су тамады ғой. Езіліп түсіп қалады ғой. Ол сол жаңағы тұздамағанның кеселінен. Тұздалмаған ет үсіп кетеді. Үсіген нәрсе өзінің азықтық құрамын жоғалтып алады. Сол үшін тұздайды. Астың дәмін келтірген тұз әулие, танымаған таныстырған қыз әулие деп тұз жөнінде көп нәрсе, дәм тұзы жараспапты, тұзы көтеріліп тұр екен, әтір тұз жөнінде айтылған сөз көп қой бізде. Құрметті көрермен, ет деген жай ғана бір ауыз сөз емес. Қазақтың дастарханында ет үзілмеген. Сол етті әрбір сыйлы қонақтың сыбағасын бере отырып, қоғамда қандай даулы мәселе болмасын, сол мәселенің барлығын дастарханның үстінде шешіп отырған. Ынтымағын сақтап, берекесін сақтап. Ал бұл дастархан жай ғана дастархан емес. Қазақтың дастарханы, сіздің сөздеріңізден естігем негізі мен қазақтың парламенті деп. Осындай бір жақсы әңгіме айтқаныңызға, уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге Саяхат аға Алла разы болсын. Алдағы уақытта да әрбір мәселеге жеке негіз тоқталған жөн деп ойлаймын. Біз жалпы мағынада малды жаңағы сою, оны табаққа салып тарту, әрбір қонақтың сыбағасын беру дедік қой. Сүрленген етпенен енді бітіріп жатырмыз ғой. Алла тағала сізге разы болсын. Бүгін бізде қонақта болған Саяхат ағамызға Алла субхана ва тағала разы болсын. Аға, бала шағаңыздың, өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың қызықшылығын көріңіз. Алла разы болсын. Рахмет.